бәрі рас болып шықты. Мен соқсам сенсің. Әділдік болмысы болсын. Ол маған біз түсінбейді, адам екен ғой. Соттарда, прокурорда сатып алған адамдар бар. Қаншаға сатылды екен барлығы? Істемеге қылмысқа осылай жала жауып, қаншама 100% дәлел бар, соған қарамастан баламды соттап жіберді. Қандай дәлелдемелеріңіз келтірді, айтып беріңізші. Білмеймін ғой жаңағы таксистің екі түрлі жауап бергені соны айтып отыр ғой, соны естен тұрған. Айтқан ғой, таксист. Біресе орта бойлы қара жігіт деді, шашы қара деді. Оған видео бар емес пе? Видеода бар. Мынада Ақсайда жаңағы қысым көрсеткен ғой, следователь милициялар. Міне осыны айт деп, мынау осы балады суретті көрсеткен ғой. Соған енді неғып тұр ғой, тиісіп тұр ғой бұлар. Бала міне салды, міне шофер көрді деп. Осы ма енді жаңа Қазақстан деген осы ма? Әкесінің аузы бұндай жаңа Қазақстан да басқасында. Әділдік жоқ бұл жақта. Қызылордада әділдік жоқ. Қандай тағы дәлелдемелер келтірді сіздерден? Жұмыста болған адамдар бәрі өздері айтты. Механика болсын, басқасы болсын, бәрі айтты. Айтқаннан бұрын железобетонный сіздерде бір дәлел бар емес пе? Фактыда Бәрі болмады ғой. 100% біз жақта жеңіп тұрғанбыз. Аналар ақша берген көбірек. Ана тергеу, ертең ашылса тергеудің бәрі тартылады. 2 сот бар мына жақта тартылады. Соның бәрі, соны неғып тұр ма сонда? Соны бәрін жоққа келтіріпті ғой енді. Жоқ, 2 сот бар ғой мына жерде өздерінің мына жердегі әріптестеріне тиеді ғой. Істі бұзатын болса мына жерде әріптестердің бәріне не қылады ғой да? Замок арқылы Енді соғысуға болады енді. Қайсысы? Олар балдар сөйтіп отырса екен, оларды сөйтіп не қылады? Жан ашырықты не қылмайды шығар, жатпайды шығар. Ана Африкадағы адам тауып келеді ол кезде, тауып қаяқтан жүрсе де. Мына Қызылордада жүр, Қызылордада жүр, сол балалар тауып қылмыскен балдар ше. Бірақ еш жақ кетіп тұрған жоқ, еш жаққа да. Солды.